Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгін кезекті экономика, математика пәнінен дәрістерімізді бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз векторлар және векторларға амалдар қолдану. Вектор ұғымы, жоспарымыз векторлар қолдану сызықтық амалдар, жазықтықтағы базис, екі вектордың скаляр көбейтіндісі, екі вектордың векторлық көбейтіндісі, үш вектордың аралас көбейтіндісі, жаттығу есептері, тапсырмалар. Яғни вектор ұғымы дегеніміз бағытталған кесінді, немесе қайсысы бірінші басы, ал қайсысы екінші екені көрсетіліп берілген нүктелер жұмы. Векторлар ұзындығымен және бағытымен анықталатын геометриялық объект. Егер вектор басы А нүктесі ұшы В нүктесі арқылы берілген болса, АВ немесе АВ төбесіне стрелка деп белгіленеді. Көпшілік жағдайда вектор бір ғана әріппен белгіленеді. Мысалы А, В, С. Екінші анықтамамыз вектордың модулі немесе ұзындығы деп, оның басы мен ұшының ара қашықтығын айтады. Кейбір жағдайларда вектордың ұзындығының абсолют шамасы деп те айтады. Вектордың модулі АВ немесе кішкентай А деп белгіленеді. Аналитикалық геометрияда бағыты мен оны өзгертпей алғашқы бағытына параллель жылжытуға болатын бос векторлар қарастырылады. Келесі анықтама, нөлдік емес екі вектор бірдей бағытталған болып және ұзындықтары тең болса, тең векторлар деп аталады. Барлық нөлдік векторлар тең деп саналады. Келесі анықтамамыз, нөлдік емес АВ кесіндісіне қарама-қарсы бағытталған ВА кесіндісін қарама-қарсы вектор деп атайды, минус А деп белгілейді. Келесі анықтамамыз, нөлдік вектор деген ұғымымыз бар. Оны А0 деп белгілейміз. Бағыттары бірдей қарама-қарсы болатын нөлдік емес екі вектор коллинияр векторлар деп аталады. Нөлдік вектор кез келген вектормен коллинияр деп есептеледі. Басқаша айтқанда, коллинияр векторлар не бір түзудің бойында, не параллель түзулердің бойында жатады деген сөз. Келесі анықтамамыз, векторлар бір жазықтыққа параллель болса, онда олар компланарлы векторлар деп аталады. Векторларға қолданылатын сызықтық амалдары. Кез келген А және В векторлары өзінің қосындысы деп, А қосу В кез келген А нүктесінен бастап бағыттап бірінші суретте көрсетілген, яғни сол А векторын түсіреміз, оның ұшынан В векторын қосамыз, сөйтіп А вектор мен В векторын ұшын қоссақ, яғни Асы деген екі вектордың қосындысы шығады, бірінші сурет. Екінші суретте векторларды қосудың параллелограмм ережесі. Векторларды қосудың төмендегідей қасиеттері бар. Ауыстырымдылық қасиет орындалады, терімділік қасиет орындалады, нөлдік қасиет, А векторын нөлдік қосқанда А векторының өзі шығады, яғни нөлдік қасиет орындалады, және А векторын өзінің қарама-қарсы векторына қоссақ, нөлдік вектор шығады. Нөлдік емес А векторының лямбда тең емес нөл санына көбейтіндісі деп, ұзындығы лямбда көбейтілген А болатын, ал бағыты лямбда нөлдік болғанда А векторының бағыттасы, нөлдік кіші болғанда А векторына қарама-қарсы бағытталған векторды айтады. Оны лямбда А деп белгілейді. Векторларды санға, яғни скалярға көбейтудің қасиеттері. Векторды скалярға көбейткенде сол А векторының өзі. Бірлік вектор көбейтсек, А векторының өзі шығады. Нөлдікке көбейтсек, нөлдік вектор шығады. Лямбда мен нөлді көбейтсек, нөлге тең. Мю мен Аға көбейтетін болсақ, коэффициенттерді өзара көбейтіп барып, А векторына көбейтуімізге болады. Төртінші қасиет, қосындысын, яғни үлестірімдік қасиет деп айтуымызға болады. Бесінші қасиет, бұл да векторлардың қосындысымен айтатын болсақ, бұл да үлестірімдік лямбда А плюс лямбда В деп ашып жазуға болады. Яғни келесі теоременің коллиниярлық белгісі. А және В векторлардың коллиниярлық болуы үшін А және А тең лямбда көбейтілген В теңдігі орындалатындай жалғыз ғана лямбда санының бар болуы қажетті және жеткілікті. Жазықтықтағы базис дейді. Енді бұл жерде жазықтықтағы базис дегеніміз белгілі бір ретпен алынған, осы жазықтың кез келген коллинияр емес сызықты тәуелсіз векторлар Е1, Е2 жұбын айтады. Яғни бірлік вектор ретінде аламыз бұны. Сонда жалғыз жазықтың кез келген А векторын, А вектор тең лямбда альфа 1 көбейтілген Е1 плюс альфа 2 көбейтілген Е2. Төртті екінші орнына түріп жеткізуге болады. Кеңістіктегі базисте үшінші векторымыз қосылады. Яғни коллиниярлық шарты енді екі вектордың скаляр көбейтіндісі, негізгі ұғымдар мен формулалар.
екі вектор скаляр көбейтіндісі деп сол векторлар ұзындықтары мен олардың арасындағы бұрыш косинусының көбейтіндісі тең санды скалярды айтады. А және В векторның скаляр көбейтіндісі АВ немесе А ортасында көбейту В деп белгілейді. Анықтама бойынша АВ, А көбейту В тең А векторының ұзындығы көбейту В векторының ұзындығы, сосын екі векторның арасындағы бұрыштың косинусына. Бұл екі векторның скаляр көбейтіндісінің жалпы формуласы. Скаляр көбейтіндінің геометриялық мағынасы, егер А мен В векторның арасындағы бұрыш фиге тең болса, онда анықтама бойынша А көбейту В, яғни А векторының мен В векторының ұзындығы косинус пи. А векторы проекция, яғни В векторының Аға түсірген проекциясы, немесе В векторының Аға түсірген проекциясы. 4-6 формула. Себебі А векторының косинус пи проекция А-ның В-ға, проекция В-ның Аға қатынасы. Бұл жерде енді, яғни бір вектордың екінші векторға түскен проекциясы екеуінің скаляр көбейтіндісінің екінші вектордың модуліне қатынасы арқылы өрнектеледі. Екінші анықтама, екі векторның скаляр көбейтіндісі деп, олардың біреуінің ұзындығының екіншісінің бірінші векторды анықтайтын осьтегі проекциясына көбейтіндісіне тең санды айтады. Яғни жаңағы айтқанымыз бойынша скаляр көбейтінің геометриялық қасиеттері перпендикулярлық болу үшін, екі вектор перпендикуляр болу үшін екеуінің скаляр көбейтіндісі нөлге тең болу керек. Нөлдік емес А және В екі векторның скаляр көбейтіндісі оң, теріс, яғни А көбейту В нөлден үлкен болса, керісінше жағдайда жақшаның ішінде кіші болса, тек сонда ғана олар өзара сүйіп, егер нөлден кіші болатын болса, доғал бұрыштар жасайды. Скаляр көбейтінің арифметикалық қасиеттері А көбейту В тең В көбейту А. Ауыстырымдық қасиет орындалады, терімділік қасиет орындалады, үлестірімдік қасиет орындалады, скаляр квадраттың теріс еместі қасиет орындалады. А көбейту А, яғни өзіне өзін көбейткен кезде, яғни скаляр квадрат деп аталады. А квадрат деп белгіленеді. Бұл анықтамаға сәйкес А квадрат, одан вектордың ұзындығын табу түбірасында А квадрат. Скаляр көбейтіндіні тікбұрыш координаттар арқылы өрнектеу. Егер тікбұрыш координаттар арқылы беретін болса, А вектор А1, А2, А3, В вектор В1, В2, В3 сәйкес координаттарын көбейтеміз деген сөз, скаляр көбейтінді. Екіншісі вектордың ұзындығы, яғни сәйкесінше координаттарын квадраттап, қосып, түбірден шығаратын болсақ, вектордың ұзындығы шығады. Екі вектордың арасындағы бұрыш, яғни косинус P, AX, VX, AY, VY, AZ, VZ-терін көбейтіп барып қосындысын, солардың әрқайсысының сәйкес координаттарын квадраттап, түбірден шығарып, көбейтіндісіне бөлгенге тең. 4-1 формуламыз. Нөлдік емес А және В векторларының перпендикулярлық қажеттілігіне жеткізу шарты скаляр көбейтінді, яғни A1, AX, VX, AY, VY, AZ, VZ-тің көбейтісі нөлге тең болатын болса, онда екі векторымызды біз перпендикуляр дейміз. Нөлдік емес А векторының бағыттаушы косинустары мына формуламен табылады. AX бөлінген AX квадрат, AY квадрат, AZ квадраттың түбірасынан шыққан мәніне тең. Яғни бұл бағыттаушы косинустары. Косинус квадрат альфа, косинус квадрат бета, косинус квадрат гамма тең бір. Тең-бе-тең қанаттардан және А векторымен бағыттас болатын бірлік векторлардың координаталары А векторымен бағыттас және ұзындығы бірге тең А0. Тең А векторының ұзындығына бөлгенге тең. Екі вектордың векторлық көбейтіндісі. Бұл жерде скаляр көбейтіндіге қараған кезде кішкене өзгеріс бар. Бұл жерде мынау 6-шы суретте көрсетілгендей оң үштік, сол үштік деген ұғымды түсініп алуымыз керек. Яғни бұл жерде компланар емес АВС үш векторы оң деп аталады. Егер А векторынан В векторына қарай ең қысқа бұрыш С векторының ұшынан қарағанда сағат тіліне кері бағытта көрінетін болса. Және үштік сол деп аталады, егер сағат тілімен бағыттас болса деген. Осы нені анықтағаны соң шарт анықтама, яғни А векторының, В векторының скаляр көбейтіндісі деп төмендегі шарттарды қанағаттандыратын үшінші С векторын айтады. Яғни бірінші С векторының ұзындығы көбейткіш А және В векторларының ұзындықтарының олардың арасындағы бұрыштың синусының көбейтіндісі. Яғни С вектор А көбейту В екі векторның арасындағы синусы. Бұл бірінші шарт. Екінші шарты С векторы көбейткіш А және В векторларына перпендикуляр болу. С А мен де В мен де перпендикуляр болу керек. Үшінші шарты С вектор А В векторлар үштігінің оң болатындай, яғни 6-шы А суретте болатындай болу керек. Екі вектордың векторлық көбейтіндісінің А мынандай X түрінде немесе тік жақша түрінде
скаляр көбейтінден айырмашылығы осылай. Ана жақта біз нүкте деп белгіледік, а көбейту деп. Бұл жақтағы векторлық көбейтудің айырмашылығы осылай белгіленеді. Скаляр векторлық көбейтудің геометриялық қасиеттері нөлдік емес вектор коллинар болу үшін олардың векторлық көбейтудің нөлге тең болуы қажетті және жеткілікті. Екінші, а және векторлық көбейтудің сандық шамасы ортақ бас нүктеге келтірілген а және в векторлар арқылы құрылған параллелограммның ауданына тең. Яғни екі вектордың векторлық көбейтіндісі дегеніміз параллелограммның ауданы деп те анауымызға болады. Тікбұрыш, төртбұрыштың да ауданы деп. Векторлық көбейтудің алгебралық қасиеттері, яғни ауыстырымдық заңға бағынбайды. Бұл жерде векторлық көбейтінді терімдік сандық көбейтуге қатысты терімдік заң орындалады, өстерімдік заң орындалады, екі вектордың квадраты орындалады. Алдыңғы үш қасиеттен векторлардың қосындысын көбейту көбейту ережесі бойынша орындалатын шығады. Енді келесі теоремамыз, егер тікбұрыш координаталар жүйесінде а және векторлары координаталарын берілсе, онда сол жүйедегі олардың векторлық көбейтудің жіктелуі мына түрде болады. Координаттармен берілген жағдайда. 4-14 формулада үшінші ретті анықтауыштың и, ж, к түрінде орттарды белгілейміз. Сөйтіп, мынау үшінші ретті анықтауышты ашып шығаратын болсақ, екі вектордың векторлық көбейтіндісі шығады. Келесі үлкен тақырыпшамыз бұл үш вектордың аралас көбейтіндісі. Бұл үш вектордың аралас көбейтіндісі дегеніміз екі вектордың векторлық көбейтіндісін үшінші с векторына скаляр көбейту. АВС деп анықтама бойынша бұл скаляр шама болады. Векторлардың аралас көбейтудің қасиеттері, яғни мынандай x түрінде берілген бәрін біріктіріп алып, АВС деп белгілеуге келісілген. Содан соң АВС, ВСА, САВ, яғни көбейтілетін векторлар дөңгелек бағытына ауысқанда векторлардың аралас көбейтудің мәні өзгермейді. Ал егер орын ауысып кететін болса, онда таңбасы өзгеріп кетеді. Үшінші қасиет. Төртінші қасиет вектордың аралас көбейтудің геометриялық мағынасы мынада АВС тең плюс минус В. Мұндағы В көлем, параллелепипедтің көлеміне тең. Яғни үш вектордың аралас көбейтуін табу дегеніміз параллелепипедтің көлемін табумен бірдей деген сөз. Яғни 4-18 формула АВС үш векторының үшінші ретті анықтауышқа салып табатын болсақ, бұл соған тең болады. 4-19 формула бұл үш вектордың аралас көбейтуінің қажетті және жеткілікті шарты болып табылады. Параллелепипедтің көлемі үш вектордың аралас көбейтуінің абсолют шамасына, ал пирамиданың көлемі, яғни 6-тан 1 болғандықтан бір өлшемнің кубына тең. Жаттығу есептері, яғни векторлар берілсе, с векторын 4а, 3в, яғни 4-ке көбейтіп, 3в-ға көбейтіп шығару. Бұл жерде енді қиын ешнәрсе жоқ. С векторын, с2 векторын орнына қойып тауып шығамыз. Сәйкес координаттары пропорционал болғандықтан с1 мен с2 векторлар өзара коллинияр, яғни параллель деген сөз. Мысал 2, а тең и 2ж 2к бағыттас бірлік вектордың координаттарын бағыттауыш коэффициентін табу керек. Бағыттауыш коэффициенттер дегеніміз не? И-дің коэффициенті 1-ге тең, ж-іміз 2-ге тең, к-мыз 2-ге тең. Бөліп ашып жазған кезде, яғни 1 бөлінген косинус альфа 1 бөлінген 3, косинус бета 2 бөлінген 3, косинус гамма 2 бөлінген 3, яғни а векторының 3-тен 1 и, 3-тен 2 ж, 3-тен 2 к-ға тең. Ұзындықтары болатын екі вектордың арасындағы бұрыш 120 градусты табу керек. 120 градусымыз біздің косинус пи, яғни 3 көбейту 4, косинус 120 градус. 12 көбейту 2-ден 1, минус 6-ға тең. Мысал 7, а және в векторлар берілген болсын, альфаның қандай мәнінде а және в вектор перпендикуляр болады дейді. Бұл жерде перпендикулярлықтың шарты бойынша коэффициенттердің көбейтіндісі 0-ге тең болу керек. Сонда 4 альфа плюс 3 альфа минус 12. Бұл жерден альфа 7 альфа тең 12, альфа тең 12 бөлінген 7. Альфа 12 бөлінген 7 болған кезде біздің екі векторымыз өзара перпендикуляр болады деп қорытындыға келеміз. Мысалдарды өздеріңіз неден қарап аласыздар. Лекция материалы сіздерге ұсынылған. Бақылау сұрақтары. Вектор дегеніміз не? Скаляр дегеніміз не? Векторлар қандай амалдар қолдануға болады? Векторлар арасындағы бұрышты қалай есептейміз?
екі вектордың скаляр көбейтіндісі дегенімізде, екі вектордың векторлық көбейтіндісі дегенімізде, екі вектордың аралас көбейтіндісі дегенімізде, олардың геометриялық мағынасы туралы жалпы дайындалып жүрсеңіздер болады. Бүгінгі кезекті лекциямыз, дәрісіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше қош сау болыңыздар.